Сәлем достар, қалайсыздар? Көктем келіп күн жылығанда бақ ерекше құлпырып кетті. Бақта алма ағаштары, алмұрт ағаштары, шие және тәтті шие, черешня. Қазір жақындап көрсетем. Гүлдеп, айнала әдемі көрініске толды. Әр ағаштың өзіне тән сұлулығы мен иісі бар. Алматал ақ гүлдері гүлдеп. Алматал гүлдері қызғылт түсі болды. Алмұртталын 3 жыл бұрын отырғызғанбыз. Өткен жылы кішкене қанша 3-4 алмұрт салды. Енді осы жылы жақсы салатын сияқты. Жапырақтары қою жасыл болады. Жазын соңында алмұрт жемістері пісіп, хош иісімен тартады. Гүлдері қандай әдемі. Көктемгі бақта құстар сайрап, аралар ұшып жүреді. Олар гүлдерден шырын жинап, табиғатқа пайдасын тигізеді. Ауа тап-таза, хош иісті болады. Адамдар баққа келіп табиғаттың сұлулығын тамашалайды. Өте керемет. Жан-жаққа шашырап тұр алматал. Ал мына алматал қызғылт түсі. Бұл колонка сияқты. Өзі сондай сорты сондай. Біз қаншама тырыстық жан-жаққа бұтақтары шашырату үшін болмады. Сонда да осында ұзын болып өсе береді. Колонка сияқты. Тағы да жан-жаққа шашырататындай қылып әрекетін жасаймыз. Қайдам 4 жыл болды. Ұзыннан. Балдардың қолы жетпейді. Өзіміздің де қолымыз жетпейді. Себебі алмалар жоғарда ғана піседі. Қандай әдемі. Жақындатып түсірейін. Қазір шие бағына апарып көрсетемін. Тәтті шие талы, черешня дейміз ғой. Ағашы шиеге ұқсас, бірақ жемістері ірі, тәттірек болады. Оның гүлдері де өте әдемі. Аз салған, енді бұл 2 жыл бұрын отырғызған ағаш. Сондықтан тағы да кішкене ғана салатын болдым. Жазда қызыл немесе сары түсті тәтті жидектер піседі. Міне, алмұрт та 2 жыл бұрын отырғызған. Қандай әдемі. Көктемде осылар керемет, бізді қуантады ғой. Мына орында бізге тапшан керек. Жазда отырып, шай ішетін тапшан салынады. Әлі стройка біткен жоқ. Достар, міне шие ағашы өте әдемі, өте сүйкімді. Шие ағашы гүлдеген кезде қандай әдемі, сәнді болып тұрады. Шие гүлдегенде бүкіл ағаш гүлге толады. Қандай гүлдер көп, шиені жақсы салады. Мына ағашты отырғызған жоқпыз, бұл өзі шыққан. Мына ағашты 4 жыл бұрын отырғызғанбыз. Қазір мінекей осындай болып өсті. Жыл сайын жақсы жеміс береді. Осы бір талдан 15 банка. 1 литрліктен 15-16 банка шығады.
Енді бүкіл вишня кетпейді, жарты вишняны өзіміз жейміз, жартысын қайнатамын. Жазда да варенье қылып, оның бәрін санағанда бір 25 литр шығады. Міне табиғаттың сұлуы. Табиғат өте керемет. Аралар ұшып жүр. Жақындап түсірейін. Көбінесе осы талдың жанында суретке түскенді жақсы көреміз. Жыл сайын көктемде әктеп қоямыз, енді тағы да әктейміз. Түбін әктеп қоямыз. Өткен жылы осы жерге гүл егіп тастап едім. Қазір енді мына талда енді гүл ашады. Бұл өте кеш шығады жапырақтары. Былай қарасаң қурап тұрған тал сияқты, на самом деле өте әдемі тал. Мына роза. Енді әдемі роза гүлдер шығады, майда әдемі. Көңіл күйді өте жақсы көт. Бақтағы ағаштарға күтім жасау өте маңызды. Оларды суару керек, бұтақтарын кесу, зиянкестерден қорғау керек. Жақсы жеміс берсін десеңіз, зиянкестерден қорғау керек. Сонда ғана ағаштар жақсы өсіп, мол өнім береді. Ал достар, мынау енді қарақат. Қарақат өте пайдалы және кең таралған жидек өсімдіктерінің бірі. Ол бақтарда, орман алқаптарында және үй маңында өсіреді. Әлі бізге жұмыс жасау керек. Шөптерді әлі тазалаймыз арам шөптерден. Қарақаттың бірнеше түрі бар. Қара қарақат, қызыл қарақат және ақ қарақат. Әр қайсынан дәмі мен пайдасы ерекше. Гүлін қараңыздар. Гүлдеді, сары гүл ашады. Қара қарақаттың жемістері ұсақ, домалақ және қою қара түсті болады. Дәмдері тәттілеу, сәл қышқылдау болады. Ал қызыл қарақаттың жемістері қызыл түсті мөлдірлеу және қышқылтым келеді. Ақ қарақат сирек кездеседі, оның түсі алмұртталын 3 жыл бұрын отырғызғанбыз. Өткен жылы кішкене
бойынша 3-4 алмұрт салды. Енді осы жылы жақсы